Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Альфинур. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма ұнаса лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылай шықпағалы көп болды. Бүгін ерекше бір тақырыпты қозғағым келіп отыр, ол әдет. Күнделікті әдет қалыптастыру, әдетті қалай қалыптастырамыз, жалпы әдет дегеніміз не деген секілді тақырыптарда өз ойыммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Жалпы әдет дегеніміз не? Мысалы, біз күнделікті таңғы, түскі, кешкі ас ішуіміздің өзі, үлкені кішілі дәретке баруымыздың өзі, бұл бізде қалыптасып кеткен әдет деп ойлаймын. Әдет дегеніміз бір істі күнделікті жасау. Оған пайдалы болсын, зиянды болсын, неше түрлі істер жатады, тек өзіміз соны іріктеп пайдасын алуымыз қажет. Пайдалы істер өте көп. Ал бұны өміріме қалай енгіземіз десеңіз, бұл сұрақты мен де бірнеше ай бұрын ойландым және жауабын таптым. Енді сіздермен бөліскім келіп тұр. Менен де қыздар сұрайды, таныс құрбыларым, қалай таңертең ерте тұрсам болады, яки қалай жаттығуды бастап кетсем болады, қалай кітап оқысам болады, мен мүлде кітап оқи алмаймын, білмеймін деген секілді сондай бір өзінің сауалдарын қояды. Және енді мен бұндай сұрақтар өзімде де пайда болғандықтан мен бұны іздестіріп жүріп мынадай ұжымға келдім. Және де оны өміріме енгіздім. Мен де осыған дейін ерте тұру мен үшін қиын болған. Мен бір күні тұрамын, екінші күні тұра алмаймын, бір апта тұрамын, бір күн тағы тұра алмаймын деген секілді. Жаттығу жасағанда да сол, бір күні жасаймын, екінші күні денем барлығы сырқырайды, сонымен қалып қоямын. Үшінші күні тағы жасаймын, төртінші күні білмеймін, бір жерден бір мотивациялық видео көремін де шабытым ашылып кетіп жасаймын. Одан кейін тағы да бір ай қалады солай. Солай өтіп жатыр. Сосын өзім ойландым, енді бұның барлығы маған керек пе және не үшін керек деген сияқты сұраққа жауап іздедім. Жауабым мынадай болды: иә, бұл маған керек. Не үшін? Өмірім ұзақ өмір сүруім үшін салауатты өмір салтын ұстану маңызды. Тек қана ұзақ өмір сүру ғана емес, таңертең ерте тұрып ерте жату деген әдеттер менің күнделікті уақытымды үнемдейді. Менің басқа да жұмыстарыма уақытым жетеді, былайша айтқанда. Сондай бір пайдалы жақтарын көргеннен кейін мен бұны өміріме енгізуді жөн көрдім. Кәдімгідей түпкілікті өзім шешім қабылдадым. Мен осыларды өміріме енгіземін деп. Ең бірінші сол. Екінші сол. Бірінші жаңа сұрақ қою не үшін керек, не үшін маңызды. Екіншісі шешім қабылдау. Шешім қабылдағаннан кейін, ал енді бұны қалай іске асырамыз? Мен бұны осыған дейін де іске асырып көрдім, бірақ тастап кеттім. Және бұл маған қай уақытқа дейін керек деген сұраққа да жауап алып алдым. Бұл үшіншісі. Мысалы, кейбіреулер мен жазға дейін арықтағым келеді, немесе мен осындай уақытқа дейін ғана таңертең ерте тұрғым келеді, мен осындай уақытқа дейін ғана жаттығу жасағым келеді деген секілді өзінің жаңағы уақыттарын қойып қояды. Бұл уақыт қоюдың өзі, бұл жаттығу жасауыңызға, сол әрекетті, сол әдетті өміріңізге енгізуіңізге уақыт қойғанмен бірдей. Сол үшін де үшіншісі, уақытты қалай қоямыз? Мен өмірімнің соңына дейін деген уақытты қоюыңыз керек. Яғни мен өмірімнің соңына дейін осы, мысалы, таңертең аш қарынға жылы суға бал қосып ішемін. Мен өмірімнің соңына дейін жаттығу жасап өтемін. Мен өмірімнің соңына дейін таңертең ерте тұрып ерте жатамын деген секілді осыны шегелеп кәдімгідей қоюыңыз керек. Сосын төртіншісі, енді бұны қалай іске асырамыз? Әдетте біз тез әрі бізге рахат сыйлайтын нәрселерді әдетке айналдырамыз. Айталық, мысалы, біз телефон қарап отырсақ, ол біздің өмірімізге еркімізден тыс бейсаналы түрде тіпті еніп кеткен өмірімізге әдет болып. Мысалы, біз телефон қараймыз, сондағы видеоларды көріп күлеміз, дофамин аламыз деген секілді. Ал енді бұны біз қалай жаттығудан қалай дофамин аламыз, оны қалай әдетке өмір бойы енгіземіз десеңіз, аз-аздан оңай жаттығудан бастау керек деген тұжырымға келдім. Мен жаңа алдыңғы видеомды көрсеңіз, жаңа берекелі таңым деген видеоны көрсеңіз, сонда мен оңай жаттығулар жасап жүрмін. Жаңа мектепте жасайды ғой күнделікті дене шынықтыру сабағында, сондай оңай жаттығуларды енгізіп бастадым. Жаймендеп күрделене түсті. Таңертеңгілік кәдімгідей басымды оңға солға айналдыру, қолымды қайшылау, белімді айналдыру деген секілді оңай жаттығуларды 5 реттен ешқандай қиындығы жоқ, особо қатты бір терлемейсіз де,
сондай бір дағдыны қалыптастырдым, енгіздім жаймендеп, және ол маған рахат сыйлайды. Ол оңай өте, және одан рахаттанасың. Мен бүгін жаттығу жасадым деген секілді өзіңе кәдімгідей андай бір дофамин аласың, былайша айтқанда. Және де аз-аздан болу керек. Мысалы, мен 5 рет басымды айналдырамын оңға, солға деген секілді белімді, қолымды қайшылаймын, болды. Екінші күні дәл солай істеймін, үшінші күні дәл солай, төртінші күні дәл солай, бесінші күні дәл солай, алтыншы күні дәл солай, жетінші күні немесе бір 8-ші күннен бастаңыз, тағы бір жаттығу қосыңыз. Сөйтіп жаймендеп жаттығуларды қосып бастайсыз. Үзбесеңіз болды. Сіз оны үзбейсіз де, себебі ол өте оңай және сізге дофамин береді. Ол сізге ауыртпашылық етпейді. Сіз оны оңай түрде жасайсыз және де миыңызға сигнал жібересіз. Мен бүгін жаттығу жасадым деп және өзіңізді бағалай түсесіз. Кітап оқығанда да дәл солай. Тек қана мынадай бір кішкене жолын ғана оқып, бір бетті ғана оқыңыз, болды. Бір бетті, бүгінге бір бет жарайды, болды. Ертеңнен бастап жаймендеп 2 бет, 3 бет, сосын ана кітап сізді одан сайын қызықтыра түседі ғой. Сіз өзіңіз ананы бітіруге асығасыз. Тек бастапқыда бір беттен бастасаңыз болғаны. Мейлі бір бет оқыңыз, бірақ сіз оны күнде оқи беріңіз. Жаймендеп, бірақ үздіксіз. Өзіңізге қажетті, пайдалы деген әдеттерді өміріңізге осылай енгізсеңіз, расымен де бұл сіздің өмірлік дағдыңызға айналады. Осы 4 қадаммен өзіңіздің өміріңізге қажетті әдеттеріңізді енгізіңіз.